кәдімгі жасаған ғылыми зерттеу нәтижелеріміз ішіміз ашиды. Мен жасармаймын, черный списокқа кетті менің еңбегім, бірақ мен ешқандай оған переживать еттім, бірақ мен өкінбеймін, ол менің таза еңбегім, өз қолыммен жасаған, мен оны білген жоқпын. Тапшы болуы. Мысалы, жетекшісінің нагрузкасы көп болады да, жетекшісі жаңа докторантқа уақыт бөлуге уақыт таппай жүреді. Дұрыс уақыт қояды. Сосын зерттеу қалауымен жасаған не болмады, именно өзінің жетекшінің тақырып не кеттім деп, иә? Сондықтан соңында жазып қояйын, иә? Мен теорияны жаза алмай жатқанда маған айтқан жоқ, теорияны жаза алмайсың. Параллель деген жоқ. Оған тақырып бердім, тәжірибеде көрсетейік деп, иә? зерттеуін жасайтын, сіз өз қарасыңыз, мынандай кішкентай болса